Сәлем достар, сіздермен бірге кино тамашалайық арнасы және қысқаша мазмұндау. Бүгін мен сіздерге унесенный киносы туралы айтып беремін. Егер видео ұнаса, лайк басып каналға жазыл, бізді қолда. Сен үшін ол 2 секунд, ал біз үшін 1000 подписчик жинау мақсатымыздағы үлкен қадам. Ал кеттік. Бірнеше бай қуатты отбасылық жұп Грециядан Италияға дейін демалыстарын бірге өткізу үшін кемеде бас қосады. О бастан-ақ Нью-Йорктың керемет әйелдері үшін кеме тым жұпынылау және қарапайым екені белгілі болады. Бұл туралы олар ұялмай ашық айтады. Әсіресе орта жасқа келіп қалған ірі фармацевтикалық компанияның негізін қалаушы Тонидің жұбайы, сары шашты Эмбер өз мінезін көрсетуде жан салмайды. Жас кемеші Джузеппе Эмберді каютасына шығарып салу кезінде әйелдің тәкаппарлығы мен дөрекілігіне куә болады. Саяхатшылар кеменің жоғарғы палубасында демалып, фарм бизнестің моральдық және этикалық жағы туралы сөз қозғайды. Эмбер қатты ауыратын адамдарға ешкім қамқорлық жасамауы тиіс. Олар өздері емделуді қамтамасыз етулері керек деген ойларын ұялмай айтып отырады. Джузеппе көрсетпеуге тырысқанымен, бұл сөздерді естігенде оның жыны қайнап кетеді. Бұған қоса Эмбер оның атын дұрыс айтпай, кемешіге менсінбей қарап, су әкелуін талап етеді. Саяхат бойы оның намысына тиіп, неше түрлі ат қойып, осының барлығы үшін ол ақша төлеп отырған бетіне басып отырады. Джузеппе өзін ұстауға тырысқанымен, ойша бұл әбігер клиенттен тілінің ұзындығы үшін қалай кек алатынын қиялдап жүреді. Әдеттегі бір отырыстан кейін Эмбер достарының барлығы қайыққа мініп, үңгірлерді қарауға кеткен кездерін ұйқымен өткізіп алады. Ол өзін қайықпен достарына апаруды талап етеді. Ал жігіт бірнеше мәрте бұның қауіпті болатынын және кеш батып бара жатқанын ескертеді. Бірақ кемешіге деген істетпекші болған ақымақ Эмбер Джузеппенің қарсылығын шыдамайды. Бұйрықты орындап, қайыққа мініп, екеуі ашық теңізге шығады. Кемеден біршама ұзаған кезде бір дыбыс естіліп, мотор өшіп қалады. Эмбер айғайға басып, қайықты от алдыруды талап етеді. Бірақ осы жолы Джузеппенің қолынан ештеңе келмейді. Қайық ағынмен алыстай береді. Түн жамылған кезде америкалық әйелдің көңіл күйі өзгереді. Қатты тоңған, ол балықтың иісі мүңкіп тұрған свитерді киіп алады. Джузеппеге құрметпен қарап, атын дұрыс айтып отырады. Қайықтың ішінде әйел белгі беретін тапаншаны тауып алады. Бұл оларға өздері туралы хабар беруге мүмкіндік берді. Бірақ уақыты келген кезде, яқта көрінгенде, Эмбер тағы да жаман әдетіне салып, лидер екенін көрсеткісі келіп, қайықтағы 2 баллонның бірін тесіп алады. Түнге қарай теңізде қатты дауыл басталады. Екеуі қайықтың қалдықтарынан ұстап жартылай суда тұрады. Сәті түсіп, тез арада көкжиекте жер көрінеді. Жағаға келіп жеткенде, Эмбер тағы да кемешіге билік жүргізгісі келіп, адвокаттарымен қорқытады. Бірақ ол құлақ аспайды. Аралды шолып өтіп, онда ешбір адам тұрмайтыны анықталған кезде, жігітке соңғы күндері көрген қорлық үшін кек алуға жақсы мүмкіндік ашылады. Уақытты босқа өткізбей, мұхиттан келген қоқысты жинап, қажетті заттарды жасауға қолданады. Эмбер болса аралды аралап, дым істемей, әрі қарай не істеу керектігін түсінбей жүреді. Жігіт балық аулап, оны отқа дайындап, рахаттанып жеп отырып, әйелдің өзіне көре алмаушылықпен қарап отырған бақылап отырады. Бастапқыда Эмбер кемешіні қорқытып, кейін балықтың жартысын қомақты ақша беремін деп жалынып сұрай бастайды. Бірақ жігіт көнер емес. Көрген қорлығын бетіне басып, балықтың жартысын басқа әдіспен оған жалшы болу арқылы тамағын табуды ұсынады. Эмбер ашуланады, бірақ басқа амал жоқ, осыны қабылдауға тура келеді. Ол жігіттің барлық киімін іш киімімен қоса жуады. Оған қожайынындай қарайды, дегенмен жігіт жалшы қызымен тамағымен бөлісуге асықпайды. Кемеші аралда өздері сияқты адамдар қолданған кішкентай сарай тауып алады. Эмбер енді далада ұйықтамайтын ойлап қуанады, бірақ жігіт есікті жауып алады. Әйел тағы да балық сасыған күртеге оранып далада түнейді. Күндер өте береді, бірақ жоғалғандарды ешкім іздеп келмейді. Жұбымыз бірге тамақ ішеді, бірақ кемеші әлі де Эмберді тым қатты кетіп тәрбиелегісі келеді. Жігіт Эмберден билеуді талап етеді. Бір күні олардың ұрыс-керісі Джузеппенің Эмберді төсектес болуға мәжбүрлеуіне әкеледі.
Әйел енді қарсылық білдіруді тоқтатып, келіскен сыңай танытқан кезде, жігіт жуық арада қыздың өзіне өлердей ғашық болып, өзіне көңіл бөлуін жалынып сұрайтынын айтып кетіп қалады. Көп ұзамай тура солай болып шығады. Біраз уақыт жалғыз қалған әйел кемешіге келіп, оның аяғының қасына келіп отырады. Олардың арасында оттай ыстық құштарлық пайда болады. Осы себепті аралдағы өмір енді бұрынғыдай іш пыстырмайды. Эмбер жаңа өмірге тез үйреніп кетеді. Шаруаны оңай жүргізіп, балық аршиды, отқа тамақ әзірлейді. Бір күні әйел отын жинап жүргенде жақын маңайда яхтаны көреді. Бір қарағанда айғайлап, құтқарыңдар деп айғайлағысы келеді. Бірақ лезде тастың артына тығылады. Яхта сол күйі адамдарды байқамастан кетіп қалады. Кешкі от басында отырғанда ол Джузеппеге болған оқиға туралы тіс жармайды. Бірақ осы жағдайда өзін өмірінде алғаш рет бақытты сезінгенін айтады. Дегенмен жігіттің таңдауға мұршасы болса, ол әрине жасырақ қызға көңіл аударатынын түсінеді. Екі ғашық аралда тағы бір-екі бақытты күн өткізеді. Сосын тағы да яхта келеді. Осы жолы оны жігіт байқайды. Әйел одан жалынып, бұрынғы өмірге оралмауын, аралда тығылып қалуларын сұрайды. Өйткені ол қайтып келгенде олардың арасындағы сезімнің, қарым-қатынастың аяқталуынан қорқады. Бірақ жігіт оған келіспейді. Ол Эмбердің өз сезімін сөзбен емес, іс жүзінде, күйеуін емес, оны таңдап дәлелдеуін қалайды. Яхтада Эмбер өз сияқты байлардың арасына келгенде, олардың сұрақтарына жауап бергісі келмейді. Оларды күйеуі Тони қарсы алып, бір қолымен Эмберді құшақтап қысып тұрып, кемешіге әйелінің өмірін сақтап қалғаны үшін алғысын білдіреді. Джузеппе бұған шыдамай, отельдегі алғыс ретінде берілген қымбат бөлмеден бас тартып кетіп қалады. Жігіт ішімдікке салынып отырғанда ақшаға толы сөмкені арқалаған Эмбердің адвокаты келіп, оны жігітке табыстайды. Жігіт оны итеріп шығарып жібереді, бірақ ақшаны алады. Оған үлкен тасы бар ең қымбат сақинаны сатып алады да отельге звондайды. Ғашығына жақсы көретінін айтқанда Эмбер де оны сүйетінін айтады. Бірақ жақындап қалған күйеуін байқап, әңгімесін қысқа қайырады. Жігітке бір шешімге келіп, отельдің әкімгерінде оған хат қалдыруын сұрайды. Джузеппе ғашығымен бірге жаңа өмірге аттанатын кеменің мекен-жайын хатта жазып жіберіп, оны келіскен жерде қалдырады. Және де бұл хат тек Эмбердің қолына түсу керектігін айтады. Бірақ әйелінің алаңдаулы көңіл күйін байқаған Тони одан бір адым аттамай соңынан ілесіп жүреді. Эмбер хат бар ма деп сұрағанда, күйеуі қасына жетіп келеді де, әкімгер хатты бере алмай, тек бір маңызы жоқ конвертті ұсына салады. Эмбер бөлмесіне келіп, Нью-Йоркке қайтып бару үшін нәрселерін жинай бастайды. Дегенмен әлі де ғашығы келіп, оны алып кететініне үміттенеді. Холда қалып қойған Тони әйелінің кетіп қалғанын көріп, хатты өзіне алып алады. Эмбер күйеуімен тікұшаққа отырады. Күйеуі ол арқылы жүк көтеріскен жігітке шай-пұл беріп жібереді. Әйел өз қолымен ақшаға қоса Джузеппе кемесі тұрған мекенжай жазылған конвертті де бергенін байқамайды. Оның ішінде әйел атынан осымен махаббатымыз аяқталды деп жазылған хат болады. Джузеппе тоқтатуға үлгеру үшін ұшу алаңына қарай жүгіреді. Бірақ өмірін өзгертуге батылы жетпеген әйел жылап отырған тікұшақ жоғары қарай көтеріле береді. Жігіт оның атын айқалап сақинаны лақтырады. Егерін қуанта алмаған сақина мұхит түбінде мәңгілікке жоғалады. Бүгінге осындай видеолардың көбірек шыққанын қаласаңыз, каналға жазылып лайк басыңыз.